Қалайсыздар жігіттер қыздар? Біз әдеттегідей обзорымызды жалғастырамыз. Нарыққа байланысты, общий нарыққа байланысты және крипто мен акцияға жалпы екі жақты бөліп қарастырамыз. Бұл жерде график ашылып тұрған бізде S&P 500, яғни американский технический компаниялардың 500 компаниялардың индексінің активі, яғни бұл жалпы нарыққа байланысты қозғалады. Общий нарықты біздер осы график арқылы зерттейміз. Мысалға S&P 500 өссе, қалған 70-80% график өсетін болады, құласа қалған графиктер төмен құлау керек болады. Мен енді шамалы салқын тиіп ауырып қалғам, сондықтан артық шөделіп жатсам ренжімеңіздер. Так, бізде енді S&P 500 жайлы айта кетейік. Основной уровеньдерді белгілеп қойдым. Мына жерде 7305 пен 7323 деген уровеньдер екеуі осы жерге дейін минималды құлайтын болады. Бұл жерде бізде 1,22%. Бұл енді 1,22%-ның құлауы акцияларға жалпы 4-5% төмен қарай құлауларды беріп тастайтын болады. Яғни өткеннегі полный акция осы графиктің артынан жалпы 70-80% вероятностьта қозғалады. Енді мелкий таймфреймдерге қоятын болайын. Бізде мелкий таймфреймде кішігірім былай өсімдер болады. Мына жақтардан жоғары қарай өседі, қайттан төмен түседі. И осы жерлерде тұру арқылы қайттан мына жерлерге дейін барып, қайттан менің ойымша былай қарай түсетін болады. Бұл енді мына жерде үлкен мысалға құлаулар болады. Мына жерден төмен қарай бізде 4-5%. 4-5% құлаулар бізде ол акцияның жалпы бұлай жекеленген акцияның 20-30%-ға дейін төмен қарай құлауларын беруі мүмкін. Еще мен көбіне мына бізде трейдсқа көптеген анализдерін бөлсем, мысалға мына жерде қарасақ, HIMS деген тикер акциясымен бөліскен. Мысалға 94% өсу мүмкіндігі деп бергенмен, ол бірақ қазір сатып ал деген білдірмейді бұл жерде. Бұл бірінші 28 жаққа дейін чуть өсіп, 28 жаққа дейін құлау керек. Еще бұл 100% нәрсе емес. Мысалға 28-ге құлады, дәлше 100% жоғары қарай өседі деген нәрсе емес. Стоп лоссын беруіміз керек. Мысалға мына жерде 28-ден кірсек, примерно 26-10%-дай кететіндей қылып стоп берсек нормально. Мысалға, например, $1000-мен кірдің, любой нәрсен ойлануың керек. Мақұл, мен мына жерге $1000-мен сатып алдым. Мен қанша бірінші плюс емес, минусыңды есептеуім керек та. Мен қанша пайыз минус кетуі мүмкін. Вот. Например, мына жерде 10%-дай минус бар. Мақұл. Ол маған қанша минус алып келеді? $1000-мен кірдің, 10% минус кетсең, сен $100 минус аласың. Ал плюс алсаң ше? Плюс алсаң $940-дай аласың. Вот. Сондай сенде риск менеджмент жайлы қалыптасу керек. Бұл енді риск менеджменттің кішігірім сөйлемдері, үлкен бір екі беттік түсіндірмелік жұмыстардан тұрады. Енді оны алғыларыңыз келсе, маған телеграмға жазсаңыздар болады. Менде телеграм канал InvestPTS деп аталады. Соның ішіне кіріп, мына жаққа админ арқылы жазсаңыздар болады. Енді S&P 500 бойынша ойым осындай. Төмен қарай бірінші құлау. Мына жер кішкентай өседі, қайттан құлап, и мына жаққа дейін өседі. Мына жақтан қайттан құлап. И потом осы жерден бастап үлкен активтерді сатып алуды жоспарласақ болады. Мына бағадан. Яғни осы жерлерде шамал тұрып қалса, жоғары қарай бізде өсімдер болады. Жоғары бізде өсімдер жалпы менде мына 8300-ді мен күтіп жүрмін. 8300. Вот мына жақтан мына жаққа дейін өсімдер 16% көрсетті. Бұл 16% өссе, енді акцияның өзіне де қарау керек, жақсы өтетін акциялар деген сияқты. Средний, мына 16 өсетін болса, средний акциялар уже 32-45-50% арасында өсетін болады. Өйткені 2x былай қозғалады да акциялар S&P 500 қарағанда. Бірақ S&P 500 бізде бағытын беріп отыр. Қай жаққа қимылдайды, қай жаққа түседі деген сияқты. Сол бойынша жұмыстар атқарылатын болады. Енді үлкен акцияларды осы бағалардан біздер сатып аламыз. Мына жерде краткосроктар жасасақ болады. Мына жерден сатып алдың, мына жерден саттың деген сияқты. Сондай. Мына жерде мысалы HIMS бойынша да сондай. Ертең бірге бүйтіп құлағанда, ол да HIMS-ті төмен қарай құлап кету керек. Так, IMS. Вот. Төмен қарай мысалға қазір құлап келеді. Вот. Мына 27-ге дейін төмен қарай құлап түсу керек. Осы жақтарда мысалы сатып алсақ болады. 27-8 осындай бағалардың сосын жоғары қарай. Ол кезде біз S&P 500-та құлайтын болады. Мына жақта акциялардың барлығында сондай өзінің сатып алатын бағасы бар. Мысалға бізде UNH деген тикердегі акция төмен қарай мысалы құлау керек. Мақұл, 43% өседі. Бірақ ол екі ортадан кіріп кетпеу керек те, мынандай. Өзінің сатып алатын жері бар, сататын жері бар.
бірақ стоп лоссы да бар. Мысалы 43% плюс бере ма, сізге мынау есептеу керек. Минус 15%-дай минустар бар. Вот, НВО деген акциялар сондай. Главный стоп лоссы не істеу керек, қойылу керек. Жалпы сондай. Енді келесі бізде кезек криптода. Крипто жалпы оңай болмақ. Оңай емес. Торговля жасау бұл жақтада да. Өйткені биыл жалпы крипто қиын болып тұр. Өйткені бізде криптоның қиын болуының себебі енді шартовый, долгосрочный шартовый да биткоин бізде. Ол кезде уже төмен қарай құлайтын болады. Енді мына жерде чуть-чуть өсімдерге келіп тұр. Мына жерде чуть былай қарай өсетін болады да қайттан төмен қарай мына жаққа дейін құлайтын болады. Мына жаққа дейін бізде құлайтын болады. Жалпы енді криптода айта берсек әңгіме көп. Мен енді мына 42 жақтарды күтетін боламын крипто бойынша. Вот, осы жақтарды күтемін. Осы жақтардан қалай болады, сол бойынша жұмыстарды қаратын боламыз. Мына жерде енді артықсыз баларды алып тастайын. Бірақ криптода 27 000 деген нәрсе бар биткоинда уровенше. Осы жаққа негізі барып қайта ма дегенде ой бар. Бірақ минималы осы 42 жақтарды күтемін. Мына жерлерде алып сату движениелерін жасасақ болады. Енді криптоға байланысты бірінші бізде акцияда S&P 500 қой, ең үлкен актив. Одан кейін уже акциялар ішінен кете береді. Былай деген сияқты. Ал криптода ең үлкен актив бізде биткоин, ал оның ішінен уже бит бөлінетін болады. Оның бірі бізде мысалға хайп деген криптовалюта. Енді төмен қарай құлаулар жоспарлайтын боламын хайптан. Мысалға қарасаңыздар, төмен қарай мынандай каналканың ішінде келе жатыр да. Ол минималды мысалға мына жаққа дейін, мына жерге дейін негізі құлап түсуі керек. Бірақ бірінші мына жерлерді күтемін. Ертең мысалға хайпты сатып алады дейтін болсақ, хайп криптовалютасын мен мына бағаларды күтетін боламын. Неліктен? Өйткені осы бағаларда бізде накопление жиналады, тағы да басқа анализдер бар. Әрдайым айтамын, әр нәрсенің өзін сатып алатын бағасы. Осы хайптың сатып алатын бағасы осы 42-43 доллардан болды. Тағы басқа да активтер көп. Мысалға енді Маруан долгосрочный деп айтпай ақ қояйық. Алдағы 5-6 айда өсетін қандай активтер бар деп айтатын болсам, мысалы криптода. Мен айтам, лид деген криптовалюта. Лид деген. Мына бағаны күт 1.075 осы жерлерге құлау керек, осы жерлерге тұрып жоғары қарай. Енді бұл жақта стоп-лосс дегенде нәрсе бар, мысалы мына жақтарда. Если қызыңмен біліп қояйын, сен 1.075-тен кірдің да, одан кейін төмен қарай мына жаққа дейін құлап кететін болса, 30% минус кетесің. Плюс алатын болсақ, бізде ол мына жаққа дейін өсу керек. Ол өзі 150%. Әнесе ақшаң салатын кезде де ойлан. Мен сделкалар беремін, ютубқа саламын, істеймін, телеграмға. Оның ішінде 10 сделканың 1-2 минус болып тұрады. Ол мысалы мынау да минус болып кетуі мүмкін. Сол кезде ойлануың керек сен. Мысалы мына жерде минус бізде 30% көрсетіп тұр. Яғни сен $1000 кіретін болсаң, ол деген 500 000 теңге. 500 000 теңгенің 30%, ол 150 000 теңге кетіп қалуы мүмкін минусқа. Если сен кірсең 150 000 теңге. Бірақ плюс алсаң сен, плюс 750 000 теңге алуы мүмкін. Бізде риск менеджмент деген сондай. Всегда сен бірінші минус жағын есепте. Енді 150 000 теңге минус кетіп тұр ғой. Сен енді бүйтіп ойлануың керек. 150 000 теңге маған ол стоит бар рискке. Вот не стоит болса, онда 500 000 емес, жартысын мен кір. Саған қиын болатын болса ол 150 000. Ол кезде сен 250 000 теңгемен кіресің, егер 30% минус кеткен жағдайда сен 75 000 теңге минус кетесің. Вот. Нормально болса 75. Ал ол да қиын болса, ол кезде 150 000 теңгемен кір деген сияқты. Вот. Бірақ ол кезде пайдаң да ол кезде азая береді. Сол сияқты риск менеджментті всегда осылай есептесіп отырамыз, есейміз. Сол бойынша бізде плюстар да, минустар да бір-бірін жауып отыратын болады. Жалпы енді акцияны бөлістім. Мына жақта Threads-ға маған подписание жасатып қойсаңыздар да болады. Threads-та менде MRG LNA деп поискке жазып подписание жасап қойсаңыздар болады. Если де тағы вопростар нелер болса, мына жаққа комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Потом зря мысалы қатты көмек беріп отырса, лишний сұрақтар болатын болса, мына админ арқылы маған жазсаңыздар болады. Енді сделкалар көп мына жақта, VZ деген сделкалар, Crocs мысалы жақсы өсетіндер. Бірінші төмен құлау керек. Неге? Өйткені S&P 500 төмен қарай бірінші құлау бар. 4-5%. Ал мынау мысалы 120 жақта тұр. Бұл 20% құлап түсуі керек та төмен қарай. Мысалы Crocs деген акция. Ал S&P 500 4-5% құлау керек. Сондықтан мысалға былайға есептейтін болсақ 2-3 есе көп қимылдайды.
өсімі де соған сай болады да. Ертең ол S&P 500 20% өсейін деп тұр, а мынау 92% өсейін деп тұр. Түсініңіздер ғой, S&P 500 бізде бағытты анықтайды, ал акцияларды соған қарап ориентир жасап үлкен пайыздар алуға болады. Маған енді осы Telegram каналға мына астына жазып кетемін. Осы арқылы подписание жасасаңыздар болады. Криптовалютаны Bybit биржасына торговля жасасаңыздар болады. И сосын тағы да айта кететін жайт. Енді кейбір адамдарда қолында торговля жасауға ақшасы бар. Оларға мен бағыт бағдар көрсете аламын. Мынандай нәрсе сатып алуыңа болады, мынаны сатуыңа болады деген сияқты. Кейбір адамдар вообще ақша жоқ. Бірақ оларға да варианттар бар. Біздер енді мен өзім компаниялармен жұмыс жасаймын. Олардан инвестиция тарту арқылы, солар арқылы, если ақша жоқ, бірақ торговля жасағың келеді десеңіздер, соларға сіздерді прямой сіздерге контакт етіп, ол жерден қалай счет алуға болады, қалай мысалға, например, 5 миллион теңге инвестиция алғыңыз келе ма, сол жақтан алып жұмыс жасауға болады. Сол жерде мен қалай алуға болады, қандай рисктер бар, сол бойынша жұмыстар атқаратын боламыз. Еще пайдасы да өте жақсы. Мысалға 5 миллион теңгеден плюс үстіне 1 миллион теңге пайда алсаңыз, 200 мың теңгені компанияға бересіз, 200 мың теңгені өзіңізге аласыз. Өте жақсы сделкалардың бірі деген ойдамын. Осылай жұмыстар атқарыла береді. Сізде пайда, оларда пайда деген сияқты. Если қызығып не істеп жатсаңыздар, маған мысалы Телеграмға осы админ арқылы маған жазсаңыздар болады. Мен сіздерге қалай алудың барлығын көрсететін боламын. Бүгінге айтарым жалпы осы. Телеграмға, ютубқа, тредсқа барлығын подписание жасап жүріңіздер. Сұрақтар болса жазыңыздар. Банктарыңызды профитпен шұғылдануға тілектеспін.